Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және сурдо аудармашы Самалжан Темір. Қазақстан Ресеймен бірлесіп діни экстремизм мен халықаралық терроризмге қарсы жұмыстарды күшейтеді. Бүгін Астанада екі ел сарапшыларының қатысуымен Еуразия кеңістігіндегі қауіпсіздік мәселелеріне арналған кеңес өтті. Ашық пікірталас форматында ұйымдастырылған шара барысында бірқатар нақты ұсыныстар айтылды. Олардың қатарында екі елде діни сауаттылықты арттыруға бағытталған лекциялар ұйымдастыру бастамасы бар. Мамандар осы арқылы жастардың теріс ағымдардың жетегінде кетуіне жол бермеуге болады деп отыр. Ресей сарапшыларының дерегі бойынша Сириядағы қақтығыстарға күні бүгінге дейін Ресейден 2900-ге жуық адам кетсе, Қазақстаннан 300-де адам аттанған. Необходимо всецело усиливать наш. Халықаралық терроризм мен діни экстремизм мәселелерін бірлесіп шешуіміз қажет. Яғни Ресей мен Қазақстан өз азаматтарын түрлі қақтығыстарға қосылып кетуден сақтауы тиіс. Себебі экстремизмнің өзі адамдардың бір-бірін немесе белгілі бір жайтты анығымен дұрыс түсінбеуінен туындайды. Қазір осы өзекті мәселемен күресудің сәті түсіп тұр деп ойлаймын. Мемлекет қаржысын игеруде білім және ғылым, мәдениет пен спорт, сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрліктері өрескел кемшіліктерге жол берген. Бүгін есеп комитеті өткен жылға республикалық бюджеттің орындалуына қатысты деректерді жариялады. Баспасөз мәслихатынан Зайнор Байжігіттің репортажы. Есеп комитеті біраз бұлықтың бетін ашты. Тексеру жүргізген комиссияның мәліметінше 3 министрлік бойынша қаржылық заң бұзушылықтар өте көп анықталған. Бұл қара тізімді білім министрлігі бастап тұр. Ғылымға жауапты ведомствода 39,5 миллиард теңге босқа ысырап болған. Мәдениет және спорт министрлігінде 13 миллиард теңге мақсатына жұмсалмай қалған. Ал ауыл шаруашылығы ведомствосында 12 миллиард теңге тістегеннің аузында ұстағанның қолында кетіпті. Сондай-ақ Маңғыстау, Шығыс Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарында миллиардтар дұрыс игерілмеген. Соның кесірінен жоспарланған жобалар жүзеге аспай, сол күйі аяқсыз қалған. Есеп комитетінің басшысы Қозы-Көрпеш Жаңбыршынның айтуынша, қаржылық заң бұзушылықтар шенеуніктердің бағдарлама шығынын дұрыс жоспарлай алмауының кесірінен болып тұрады. Жалпы айтқанда есепті кезеңде есеп комитеті 29 бақылау іс шарасын өткізді. Біз 303 бақылау объектісін, соның ішінде 12 мемлекеттік орган мен олардың ведомстволарын қамтыдық. 5 өңірде кешенді тексерулер жүргіздік. Былтыр қаржылық заң бұзушылық 1 триллион 300 миллиард теңгені құраған. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 3 есеге артық. Мақсатты жұмсалмаған 87 миллиард теңге қазынаға қайтарылған. Осындай 100-ден астам заң бұзушылықты анықтаған есеп комитеті 40 материалды жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроға жіберіпті. Енді бюджет ақшасын үштігейлі жоқ қылған шенеуніктер мен тергеушілер айналысу керек. Зайнор Байжігіт, Арман Данышбаев, Хабар. Наурыздың 4-нен бастап кез келген ел азаматы сайлаушылар тізімінде өз жайлы мәліметтің бар жоғын тексере алады. Жергілікті әкімдіктер қазір тұрғындардың тізімдерін сайлау комиссияларына тапсырып жатыр. Бір ғана Алматы қаласында мәслихат депутаттығына 114 кандидат тіркелген. Қазір олар үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сайлау учаскелері де алдағы саяси науқанға сақадай сай, ал сайлау комиссиялары үшін арнайы семинарлар өткізілуде. Сайлауға 15 күн қалғанда, яғни 4 наурыз күні, тізімдер сайлаушыларға танысу үшін тапсырылады, беріледі. Әрбір сайлаушы өзінің сайлау учаскесіне барып, өзін тізімнен тексеріп қарауына болады. Бұл үшін арнайы қазір біздің ақпарат телефондары жұмыс істеп жатыр. Сол телефонға звондап әрбір сайлаушы өзін тізімнен қай сайлау учаскесіне жататынын көруге болады. Мемлекеттік сатып алуларға жұмсалатын қазына қаржысы жыл басынан бері 15 миллиард теңгеге үнемделген. Бұл салалық заңға енгізілген өзгертулердің жемісі. Қаңтар айынан бастап күшіне енген мемлекеттік сатып алулар туралы заңға сәйкес тендер өткізу тәртібі айтарлықтай күшейтілді. Құжатпен әріптесім Гаухар Омарбек егжей-тегжейлі танысты. Ол қазір сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шығып тұр. Гаухар, қайырлы күн. Жаңа заңның жаңалығы неде? Қайырлы күн, Бауыржан, жыл басында күшіне енген мемлекеттік сатып алулар туралы жаңа заңға сәйкес мемлекеттік сатып алулар енді 100% ашық өткізіледі. Бұдан былай тапсырыс беруші алдымен конкурстық құжаттың толық жобасын жариялайды. Ал тендерге қатысушы компаниялар өздері ұсынған бағаны көрсетеді. Мұның барлығы электрондық форматта жүргізілетіндіктен баға бәсекелестік компаниялар өзара бақылай алады. Олар тіпті жеңімпаз анықталғаннан кейін де өз шағымын жеткізе алады. Мамандар мұның не үшін қажет екенін былайша түсіндірді.
білдірді. Бүкіл конкурстық құжаттамалар, техникалық спецификациялар алдын ала талқылауға міндеттелген. Конкурсқа қатысушылар алдын ала конкурстың құжаттамасын танысып, оған шағым беруге құқылы болады. Негізделген болған жағдайда, оны сатып алушылар конкурстық құжаттаманы өзгертіп, шағымға сәйкес жаңадан оны бекітеді. Бүкіл конкурсқа қатысатын адамдар өзінің берген заявкаларын бір-бірін көре алады. Жыл басынан бері мемлекеттік сатып алулар бойынша 1500 жоба жарияланса, жалпы талқылаудан соң оның 500-не тиісті өзгертулер енгізілген. Тендердің ашықтығы республика бойынша орташа бағаны бекітуге көмектеседі дейді мамандар. Байқауда жеңімпаз кәсіпкер анықталған соң, екі тарап 3 жұмыс күні ішінде келісім шартқа қол қоюы тиіс. Егер құжат уақытында рәсімделмесе, тапсырыс алуға ниет білдірген компания бірден қара тізімге ілігеді. Яғни орта жолда істі аяқсыз қалдырғандар 2 жыл бойы тендерге қатыса алмайды. Тіпті басқа компания ашқан жағдайда да. Айта кету керек, өткен жылы 16 мың кәсіпкер жосықсыз деп танылса, биыл 2 ай ішінде олардың қатары 140-қа жетіпті. Гаухар, расымен де биылғы үнемделген қаражат көлемді былтырғы көрсеткіш қандай екен? Иә, биылғы 2 ай ішінде көрсеткіш өте үлкен, 10 есеге ұлғайғаны белгілі. Биылғымен салыстырғанда былтыр 1,5 миллиард теңге үнемделген. Осы салаға қатысты тағы бір жаңалықты айта кетейін. Енді мемлекеттік сатып алу шарттарының нақты қандай бағаға негізделгені электрондық порталда жарияланады, және оның нарықтағы бағамен деңгейлес болуы тексеріледі. Мемлекеттік сатып алуда ең бір үлкен проблеманың бірі, ол бір көзден алу сатып алулар көлемі өте үлкен болды. Соны шешу мақсатында бізде сатып алушыларға міндет қойылған, келісімшарт қол қойғаннан кейін 10 күннің ішінде өздері отчет дайындау керек, өзінің шешімін негіздену керек. Сондықтан олар ең біріншіден жауапкершілік болғандықтан осындай экономия болып жатыр. Енді кез келген мемлекеттік сатып алулар мен тапсырысты goszakup.gov.kz порталында көруге болады. Құзырлы органдар халық тарапынан түскен шағымдарды да тексеруге дайын. Рахмет, пайдалы ақпаратың үшін. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Гаухар Омарбек. Шығыс Қазақстан облысында қар көшкіні жүріп жатыр. Қазір селден қорғау мекемесінің мамандары күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. Жалпы аймақта көшкін жүретін 497 қауіпті аумақ бар. 7 ауыл дәл қар көшкінінің өтінде тұр. Сондықтан қар қалың түсетін аумақтарда 207 арнайы ескерту белгілер қойылған. Ал 24 бағыт бойынша 21 қадағалаушы қардың қалыңдығын өлшеп күнделікті мониторинг жасап келеді. Кей аумақтарда қолдан жарылыс жасалып, көшкіннің алды алынуда. Биыл өңірде қардың қалыңдығы 40 сантиметрден 2 метрге дейін жетті. Сондықтан бұл қауіпсіздік шаралары мамыр айына дейін жалғасатын болады. Жалпы мына күннің жылуына байланысты қардың тығыздығы жұмсарып, сондықтан сол мақсатта өздігінен түсетін көшкін болмауының салдарынан біз осы профилактикалық жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Енді алдағы уақытта облыс бойынша Қатонқарағай ауданы, жаңа Зырян аудандары бойынша қар көшкін алдын алу жұмыстарын жүргіземіз деп отырмыз. 10-15 профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Ал Ақмола облысы Целиноград ауданының құзырлы мекемелері су тасқынының алдын алуға 99%-ға дайынбыз деп отыр. Былтыр бұл аймақта көктемгі қызыл су әбден әбігерге салған еді. Ердәулет Байдуллаев жалғастырады. Қалайда биыл былтырғы көріністің қайталануына жол берілмеу керек. Сол үшін ауыл іші де қардан тазартылып жатыр. Бұл бекер емес. Ерсе осы қардың суы тұрғындарды біраз әбігерге түсіру мүмкін. Ал сырттан келетін қызыл сумен қалай күреспек? Ол үшін Қосшы, Тайтөбе, Қоянды, Қарқаралы, Жаңажол мен Талапкер ауылдары және тас жолдар бойына су бөгеті тұрғызылып, арналар тереңдетіліпті. Общая протяженность дам достигает более 25 километров. Бөгеттердің жалпы ұзындығы 25 шақырым. Оны тұрғызуға мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жергілікті кәсіпкерлер қол ұшын созды. Осы істер былтырғыдай зардап шегуімізге жол бермейді деген үміттеміз. 2015 жылы 380 аулаға су кіріп, бірқатар баспана құлаған болатын. Міне ол бөгеттер. Оны салу бойынша негізгі шаруа былтыр күзде аяқталған. Қазір кем-кетік тұстары түзетілуде. Судың негізгі бөлігі сәуір айының алғашқы аптасында келеді деп күтілуде. Егерде қоршау оған шыдас бермей, ауылды су басса, қалай әрекет етеміз?
Тұрғындарды көшіру үшін мектеп және өзге ғимараттар әзірленіпті. Жоспарда 4 түрлік үшін қорада қарастырылған дейді мамандар. Ердәулет Байдулаев, Айдос Меделбеков, Хабар. Елімізде жақын күндері әскери тікұшақ ұшқыштарын дайындайтын бірегей оқу курсы құрылады. Бұл үшін Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы тмз елдерінде теңдесі жоқ оқу жаттығу құралдарын әкелген. Мәселе мына симулятор, кәдімгі Еурокоптер 145 тікұшағының дәлме-дәл көшірмесі. Кез келген ұшқыш әуеге көтерілмес бұрын осы құрылғыда біліктілігін әбден шыңдайды. Емтиханнан мүлтіксіз өткеннен кейін ғана оған көкке көтерілуге рұқсат беріледі. Бұл симулятормен бұрындары көкке көтеріліп жүрген ұшқыштармен қатар жаңадан оқып жүргендер де айналыса алады. Ұшақты іске қосудан бастап көкке көтерілу, күрделі метеор жағдайда оны басқару сияқты әрекеттерді үйретеді. Airbus Group әуе құрылыс концерні Қытайдың Тяньцин қаласында зауыт салмақшы. Компания басшылары осы мақсатта $150 миллион жұмсауға дайын. Зауыт келер жылы ашылады деп жоспарлануда. Тяньцинде жолаушылар тасымалдауға арналған A330 моделінің кабинасы жиналып, ұшақты бояу жұмыстары жүргізілмек. Airbus өкілдері қиын кезеңіне қарамастан аспан асты еліндегі авиация нарығының дами түсетініне сенімді. Әйгілі америкалық Forbes басылымы биыл 30 рет миллиардерлердің есімін жариялады. Биыл бұл тізімге 1810 адамның есімдері жазылған. Microsoft компаниясының негізін қалаушы Билл Гейтс соңғы 22 жылда 17 мәрте бірінші орында. Алғашқы ондыққа негізінен америкалықтар енген. Әлемнің ең ауқатты адамдар өткен жылмен салыстырғанда $570 миллиард жоғалтқан екен. Сарапшылардың пікірінше, жаңа тізім әлемдік экономикадағы қиын кезеңді білдіреді. Айта кетейік, Forbes жариялаған тізімде 5 Қазақстан азаматы да бар. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.